Сәлеметсіңдер ме, екінші сынып оқушылары? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы гүлге су құямыз. Здравствуйте, ребята! Тема сегодняшнего урока – поливаем цветы. Ең алдымен жаңа сөздермен танысайық. Давайте познакомимся с новыми словами. Түрлері, виды, бөлме гүлдері, комнатные цветы, дала гүлдері, степные цветы, бөлме, комната, су құямыз, поливаем. Тағы бір қайталайық. Давайте повторим. Түрлері, бөлме гүлдері, дала гүлдері, бөлме, су құямыз. Жарайсыңдар. Ал енді балалар, берілген мәтінді оқиық. Давайте прочитаем текст. Гүлдер өте әдемі. Олардың түрлері бөлме гүлдері мен дала гүлдері. Менің бөлмемде гүлдер бар. Мен гүлдерге су құямын. Гүл сыйлағанды жақсы көремін. Енді аударайық. Теперь переведем. Цветы очень красивые. Они делятся на комнатные и степные цветы. У меня в комнате много разных цветов. Я поливаю цветы. Я люблю дарить цветы. Енді балалар, сөз жұмбақты шешейік. Давайте разгадаем кроссворд. Так, первое. На первой картине у нас тюльпаны. Как будет тюльпан на казахском? Правильно, ребята, қызғалдақ. На второй картине у нас окно. Как окно на казахском? Правильно, терезе. Третья картина. Здесь у нас розы. Как роза на казахском? Правильно, раушан. И последний у нас шар. Шар на казахском, ребята. Правильно, шар не переводится. Также шар. Жарайсыңдар. Молодцы, ребята. Ал енді балалар, тірек сөздерді пайдаланып, гүлдерді сипаттап жазайық. Нам нужно составить предложение по данным картинам. Нужно описать цветы. Здесь есть нужные слова. Тірек сөздер. Қызыл, красный, ұзын, длинный, әдемі, красивый, сары, желтый, аз, мало, көп, много, қысқа, короткий, көк, синий. С этими словами мы должны составить 4 предложения. На первой картине у нас длинные розы, и они красные, а подснежники короткие и сиреневые. Значит, первое предложение у нас будет раушан ұзын және қызыл түсті, ал бәйшешек қысқа және күлгін түсті. На второй картине у нас подснежников много, а цветок синего цвета один. Бәйшешек көп, ал көк түсті гүл біреу-ақ. На третьей картине у нас тюльпаны и розы. Они длинные и очень красивые. Қызғалдақ пен раушан ұзын және өте әдемі. А на последней картине розы только расцвели, а тюльпаны завяли. Раушан гүлдеп тұр, ал қызғалдақ солып қалды. Балалар, басынан бастап оқып шығайық. Давайте прочитаем сначала. Раушан ұзын және қызыл түсті, ал бәйшешек қысқа және күлгін түсті.
бәйшешек көп, ал көк түсті гүл біреу-ақ. Қызғалдақ пен раушан ұзын және өте әдемі. Раушан гүлдеп тұр, ал қызғалдақ солып қалды. Жарайсыңдар балалар, осымен біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар. До свидания, ребята.